Еуропадан жағымды жаңалықтар шығып жатыр. Еуропа, Германия, олар келер жылы Украинаға берілетін көмекті еселейтіндерін айтып отыр. НАТОның әскери білікті тұлғалары, олар да Украинаға көмек ешқашан тоқтамайды дейді. Енді қазір бір нәрсені айтайық. Неге НАТО Украинаға көмектеседі? Себебі орыс Украинды алса, ендігі кезекте НАТО. Сондықтан НАТО үшін алғанда Украин өліспей беріспейтін майдан. Мен өз басым Украинаға көмек тоқтайды дегенге сенбеймін. Тіпті Америкаға ертең Трампшылдар, республикашылдар билікке келсе де, Еуропа жалғыз өзі Украинаны қолдап кете алады. Себебі орыс Украинаны алатын болса, Украинаның газын алатын болса, Қара теңізге өктемдік жүргізетін болса, Еуропаға бірінші астық тасымалы қиындайды, екіншісі Ресейдің өктемдік асады, үшіншісі үлкен саясатта орыс ары қарай үшінші сұмдығын бастайды. Мүмкін енді басқа елге, Қазақстанға, мүмкін Польшаға, мүмкін жаңағы солтүстік Еуропадағы елдерге тікелей немесе жанамалай орыстың неше түрлі арандатушылықтары жалғасып кетуі мүмкін. Сондықтан Украина олар үшін алғанда қызыл сызық, шегінуге келмейтін қызыл сызық болады. Бұл бірінші орыс-Украин соғысы туралы айтатын затымыз. Ал өздеріңізде қазір әлемдік ақпараттан шолып отырған боларсыздар. Зеленскийдің бұл жолы Америкаға келуінің өзінде де бұл енді мен енді саусағымды шығарып тұрып санасам үшінші келуі. Ал осы жерде қалың қазақ тұр. Бұл қазақтар ойлайды, жаңағы Америка бере салмады ма, ананы әйте салмады ма, мұнаны бүйте салмады ма. Көп адам ойлайды, Байден президент қой, ол береміз деді, бере салмай ма, F-16-ны шеше салмай ма. Мен енді осыны қазақтарға ашылап түсіндірейін. Бұл Америка деген ел демократиялы ел. Үкімет әлсіз, халық күшті. Президенттің құқынан Конгрестің, Сенаттың құқы жоғары. Президенттің өз бетімен шешетін қаражаты ол өте шектеулі. Ең соңында тіпті бір әскери парад өткізу үшін Конгрестің мақұлдауын алады. Байден шал, мына Зеленскийді алып шығып, екеуі бір ауаша 100 грамм шекші десе, өз қалтасынан, өз айлығынан төлеуі керек. Анау мемлекет рұқсат берген, мемлекеттің есебінен жұмсайтын ақшадан жұмсай алмайды. Егер міне қысқасы осылай, екеуі ауаша барып бір дұрыстап отырып 100 грамм ішіп бір бас жазайықшы. Сенің де басың қатты, менің де басым қатты деп екеуі бір отырмақ болса, соны Байден шал Конгресс мақұлдаса, өкіметтің ақшасынан төлейді. Конгресс мақұлдамай қойса, қымбат арақ ішіпсіңдер, біз оны көтермейміз десе, Байден оны өз айлығынан төлеуге мәжбүр. Міне, образдап, асырып тұрып айтқанда, дәлдеп айтқанда осы. Міне, ең шегіне жеткізіп айтқанда осы. Міне бұл Америка. Ол Назарбаевтық, Тоқаевтық жүйе емес, Қытайдан барып қанша миллиард алғанын Қазақстан білмейтін, халқы білмейтін, бір депутат сұрамайтын, бір ақпарат жазбайтын, Назарбаев өзі біледі, барып ақша алып келеді, Дариға өзі барып шауып, қол қойып ақша алып келеді, Құлыбаев Халық банкін Тәжікстанға сатып жібереді. Тексеріңдерші Халық банкін. Бас головной офисі, бас хед офисі Тәжікстанда. Анау үрергейті сығарға бейті жоқ. Тәжік сарт таудың қуысында отырған 40% жерін Горный Бадахшанды Қытайға сатып жіберген, қарызға батқан, бюрократияға белшесінен батқан, жерінде Қытайдың азаттық армиясын кіргізіп отырған Тәжік Қазақстанның Халық банкін қайтып алады. Қай ақшасымен алады? Құлыбаев сатты. Ол Тәжіктің несі арқылы алып отырған Қытай. Яғни Қазақстанда қазір Халық банкте жоқ. Анау менің елім, менің жерім дейтін әнұранда менің жерім деген сөзді Назарбаев неге алып тастады? Совет кезінде баран. Менің елім, менің жерім дегенде жерімді неге алып тастады? Неге менің елім деп екеу қып қойды? Жерің жоқ қой қазақ. Тіріңе ол сотық жерің жоқ, өліңе көр жерлейтін көрлік жерде жоқ.
Ал Назарбаев әулетінің әр қайсының тау, көл, миллион гектарлап егістік жері бар. Жабай шөп өсіп жатса, жабай шөп өссін, қазаққа бермейді. Міне әңгіме қайда жатыр. Көрдің ба? Ал Америкада ондай заң жоқ. Байден шал біреуден қарыз алама, жоқ жазғызып қойып бір жерден екі бөтелке сыра алып іше ма, оның бәрін конгресс кеңірдегінен қысып тұрып, ей шал, сен дым істей алмайсың деп сілкіп алады. Ана мәлкілдек шал президентпін деп жарлық қойып, тіпті атом қаруының кнопкасын анау чемоданды көтеріп жүргенімен, анау конгресстің сондай құқы бар, сенаттың сондай құқы бар. Әңгіме қайда? Міне демократиялық жүйе деген сол. Мысалы қараңыздар, машинаңызда тормоз жоқ болсын дейік. Не болады машинаңыз? Тормоз жоқ, айдап жүрсіз. Не болады? Тура сол сияқты. Америка дегенде толыққанды бір демократиялық жүйе. Сондықтан мен бұны образдап түсіндірдім жаңа. Енді қазір айтайын, Қазақстан ол өзі біледі. Назарбаевтың жекеменшік компаниясы сияқты өзі біледі, өзі би, өзі қожа, халық есептеспейді халықпенен. Оны сұрақ қалатын парламент жоқ, өзі қолдан сайлап алған өңкей маймыл, маңырап отырған қалың қой жаңағы. Қазіргі Тоқаевың да сол. Осыны бір көтерейік дейтін бір журналист бар ма? Жоқ. Осыны жазайық деген интеллигент бар ма? Жоқ. Мына біреусі шошаң етіп, мына ойбай айтпеді, бүйтпеді, тіл ойбай қазағым деп шошаңдай бастаған Назарбаев бергеш дейді, Тоқаев бергеш дейді. Ана санаторияны басқарышы бітті әлгі ойбай елбасы жасасын деп ол кетеді. Анау келген кезде сіздің бір балаңыз өсіп қапты, ана облыстың акиматына мынандай департаментке қояйық дейді, бітті ол кетеді. Сатып алған. Міне. Мансап берсе, ақша берсе, қызмет берсе, сізді мына шетелге жаңағы дипломат қылып жіберіп қойсақ қалай десе, болды әлгі шошаң етіп, екі мақала жазып, екі жерде сұхбат берген адамың болды, разы болып кетеді міне. Әңгіме қайда жатыр. Сондықтан бұл Қазақстан сияқты зұлымдыққа батқан, бюрократияға, жаңағы былыққа батқан ел, ол Америкамен салыстыруға келмейді, мына құрылымдық жүйе жағынан. Американың халқы сауатты.